Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жиын дегеніміз не? Бүгін біз жиын ұғымымен танысамыз, жиынның элементтерін білетін боламыз. Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Жиынды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Бүгінгі жаңа тірек сөздермен танысамыз: элемент және жиын. Суретке назар аударамыз. Мына суретте гүл шоқтары бар, Гүл шоқтары саны нешеу? 6. 6 элементтен құралады екен. Гүл шоқтары жалпы гүлдер жиынына жатады. Ал екіншісі қарлығаштар. 6 қарлығаш элементтерінен құралады екен. Қарлығаштар құстар жиынына жатады. Келесі суретте жылқылар. Жылқылар 6 элементтен құралады. Жылқыларды жалпы жануарлар жиыны деп атайды екен. Келесі суретте машина суреттері 6 элементтен құрайды және машина жиынына жатады екен. Келесі тапсырма: табиғатқа назар аударамыз. Жиындардың элементтерін атаймыз. Қандай элементтер мұнда суретте бар екен? Жақсы. Ағаштар жиыны. Ағаштар жиыны шырша, қарағай, емен, қайын жатады екен. Бунақ денелер жиынына көбелек, инелік, қоңыз жатады екен. Гүлдер жиынына көк гүл, ақ гүл, сары гүл және қызыл гүл жатады екен. Мына элементтер қай жиынға жатады екен? Кәнеки ойлап көрейік. Қарлығаш, емен, көбелек және сары өрік. Қарлығаш құстар жиынына жатады екен. Қайын ағаштар жиынына жатады екен. Ал көбелек жәндіктер жиынына, сары өрік жемістер жиынына жатады екен. Тамаша, жақсы. Келесі тапсырманы орындаймыз. Шығарып көрейік. Әр жиындағы артық элементті табамыз. Кәнеки ойлап көрейік, қайсы элемент артық екен осы суретте? Бірінші суретте балық элементі артық екен. Екінші суретте пияз элементі артық екен. Үшінші суретте үшбұрыш элементі артық екен. Өте жақсы. Енді балалар, бәріміз сергету сәтін жасаймыз. Орнымыздан тұрайық, қолды белге қояйық, бір отырып, бір тұрып, сәл тығынығып алайық. Енді келесі суретке назар аударамыз. Бірінші суретте неше элементтен құралады екен? 4 элементтен құралады, Жалпы ол жабайы жануарлар жиыны жатады екен. Екінші суретке қарағанда 3 элементтен құралады екен. Және ол бізде үй жануарларын жиыны екен. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Жиындарды тауып және қарындашпен белгілеу керек. Сенде қанша жиын пайда болады екен? Мұқият қарап, жиындарды табамыз. Неше жиын шықты және қандай? Жолаушылар жиыны, қарындаштар жиыны, доптар жиыны және құралдар жиыны. Өте жақсы. Келесі тапсырма: жиындарды толықтыр. Қандай жиынға жатады екен әр суретте? Бірінші сурет көкөністер жиынына жатады екен. Екінші киімдер жиынына жатады екен. Үшінші ойыншықтар жиынына жатады екен. Өте жақсы. Келесі тапсырма: берілген суреттегі қателерді тауып және оны сызып тастау керекпіз. Мұқият қараймыз,
Кәнекей тексеріп көрейік, дұрыс па орындадық? Бірінші жиында 3 бұрыш бізде артық, екіншісінде 2 таңбалы сан артық, үшіншіде қағаз, ағаш, ақша артық, төртіншісінде дауысты дыбыс артық екен. Келесі тапсырмада әрбір жиынға элементтерді тауып жазу керек, содан кейін 2 жиынды айналдыра қоршап сызу керек екен. Қандай жаңа жиын пайда болады? Астына жазу керек. Кәнекей орындап көреміз. Жақсы. Бірінші суретте жанды табиғатқа өсімдік, жануар, адам. Екінші жансыз табиғатқа тау, су, тас жатады екен. Оларды жалпы табиғат жиыны деп атауға болады екен. Екіншісі тәттіге не жатады? Кәмпит, торт, печенье, ал қышқылға айран, құрт, қымыз. Жалпы оларды тағамдар жиыны деп атайды екен. Егер 2 жиынды біріктірсе, онда жаңа жиын пайда болады. Егер бір жиыннан оның бөлігін алып тастаса, онда да жаңа жиын пайда болады екен. Қандай жиындар шығады? 2 тапсырманы бірге орындаймыз. Балалар жиыны мен ересек жиынын біріктірсе, қандай жиын шығады екен? Адамдар жиыны, дұрыс. Сынып оқушылары жиыннан қыздар жиынын алып тастаса, қандай жиын шығады екен? Ұлдар жиыны, дұрыс, өте жақсы. Кәнекей енді келесі тапсырмада барлығымыз ойлан тап деген тапсырманы орындаймыз. Ол үй жұмысына беріледі. Отбасының мүшелерін ата. Олар жиын құралай ала ма? Құрай ала ма екен? Оны ойлап, және неге екен? Осы сұрақтарға жауап береміз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтың соңында өз-өзін бағалау. Бірінші жұлдыз: мен үшін сабақ қызықты болды және барлығын түсіндім. Екінші жұлдыз: сабақ қызықты болды, бірақ маған әлі де көмек қажет. Үшінші жұлдыз: мен ештеңе түсінген жоқпын. Кәнекей осы 3 жұлдыздан өздеріңе таңдап аласыңдар. Осымен бүгін сабағымыз өте жақсы аяқталды. Жарайсыңдар балалар. Рахмет.